Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бүгін дәмі керемет дастарханның сәні тауықтың аяғынан тіске басар дайындаймыз. Бірінші біз тауықтың аяқтарын және картопты суға қайнатып аламыз. Піскен тауықтың етін сүйегінен ажыратып майдалап тураймыз, немесе қолымызбен үгітсек болады. Сырымызды күштен өткіземіз. Қайнаған картопымызды езіп, бәрін бір ыдысқа салып, дәміне қарай дәмдеуіштерін салып араластырамыз. Содан кейін видеода көрсетілгендей тауықтың сүйегіне начинкамызды орап, 2 дана жұмыртқамызға малып аламыз. Содан кейін кептірілген нан ұнтағына айналдырып, ысып тұрған майымызға екі жағынан қуырып аламыз. Бұны духовкаға да пісіруге болады. Мен бүгін майға пісірдім. Дәмі керемет, тіл үйреді. Жасап көріңіздер, ас болсын.